Құрметті оқырмандар, назарларыңызға мерейгер автор және кітап айдарында сіздерге ақын жазушы Әбу Сәрсенбаевтың туғанына 120 жыл толуына орай біздің қорда бар әдеби мұрасымен таныс болуға шақырамыз. Автордың 1971 жылы жарық көрген «Жауынгер монологы» кітабында қазақстандық жауынгерлердің майдандағы ерліктері мен елбасына күн туған ауыр жылдардағы әр ұлт өкілдерінің құрышта берік достығы суреттеледі. 1974 жылы жарық көрген «Батырдың ізімен» атты еңбегінде автор өзі куә болған оқиғаларды және сан алуан батырлардың тұлғасын еш өзгертпей қаз қалпында көрсетуге мақсат қойған. 1975 жылы жарық көрген «Толқында туғандар» және «Офицер күнделігі» шығармаларында автор атырау балықшыларының ауыр тұрмысы мен еркіндікке ұмтылған рухын, сондай-ақ Отан соғысы жылдарындағы совет жауынгерлерінің ерлігі мен адамгершілік қасиеттерін өз көзімен көріп шынайы түрде суреттейді. 2005 жылы жарық көрген «Келем қайтып Европадан» кітабында майдангер ақынның Отан соғысынан оралар сәттегі отанға, туған жер мен елге деген сағынышы жыр жолдармен өрнектеледі. 2005 жылы жарық көрген «Ақ шабуыл» жинағына соғыс даласында жазылған өлеңдер мен балладалар енген. Құрметті оқырмандар, Әбу Сәрсенбаевтың шығармаларына тереңірек үңіліп әдеби мұрасымен танысуға сіздерді кітапханаға шақырамыз.